іздегенін таппаған, құжынаған, қаптаған адам. Ондайлар біздің қоғамда өте көп. Олар үшін іздегеннің ізіне түсетін бір-ақ жол бар. Бақсы балгерлер. Жұмыс табылады. Алматы шет жағын көрсетіп тұр, саған жет атағарба қолдап тұр өзіңді. Арқан бір қасиетің бар екен, нағашы жағынан, шешен жағынан. Ойлаған ойың орындалады, табылады, деген тілегіңді береді. 4, 5, 6, 7, 8, 7-8 күнде жұмысқа кіресің, Құдай қаласа. Оларда диплом жоқ, бірақ білімі білімсіздерді алдауға жетеді. Баласында ғой сендер. Сенің бұл үшеу? Иә. Үшеу болып тұр ғой? Сендер көп баласыңдар ма? Иә. Қанша бала көріпсіз? Даже 8 көріп тұр. Кейбіреуі тіпті сенің 7 атаңды түгендеп, әйеліңді төркініне апарып алып келеді. 5 минутта үйлендіріп, 5 минутта ажырастыра салады. Ажыраспасыңдар, қосыласыңдар. Сен қазір екі жақта тұрсың, әйелің келе ме, келмей ме? Неғылам, басқа ойлама, әйелің келе. Алды қатын алды да ауға тартады. Одан бетер болады. Мен саған айтқан ақыл. Басқа қатын алғың келе ме? Жоқ. Үйетінде әйелің. Иә. Балай. Айтпақшы ақыл айтады. Қандай ақыл десеңші? Сен шу жолынан жүрсең, арақты тастайсың сен бала. Үйедің онына қымызды, шұбарды. Хорошо. Сосын бәрі. Менен бастап тастайсың, мен саған айтқан. Тастайын. Шығармашылық топ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе отырып, әлгінде ғана жаратқанның жердегі өкілі болып отырған жандарға түсіндіру жұмысын жүргізу мақсатында түсірілімді жалғастырды. Құрамай-ақ қойыңыз, айттым. Дінімізде дұрыс нәрсе емес бұл. Басқа бір енді сізге келдім ғой мен енді сіздің алдыңызға. Ауырып жүріп ем іздегендерге көмек сұрап келгенімізде орнын таппай қалдық. Иә, біз кімге сеніп жүрміз? Құмалақтар өз орнында. Кейуана алғашында парасатты болып көрінгенмен, долы мінезін жаулық астында жасыра алмады. Мен де кейін жаң түсірейін деп жатсыңдар ма? Кейін бірді кәрі, 75-те кейін бірді. Жоқ, түсінмеймін. Кейін жаң тартар түспейін. Тартар балаларынан ет болады. Раушангүлдің бұл кәсіппен айналысқанына 15 жыл болыпты. Осы қасиетті айтын кезде алдында Құран оқыған, осыны үлкен кітапты Құран оқыдым. Мүмкін жатқа білесіз иә Құранды, араб тілінде? Жоқ, осы қазақша аудармасы бар, соны оқыдым. Бір кітабын оқыдым. Сонда Құран оқып болғасын не Алла маған береді деп жатқан кезде, түнде ұйықтаған кезде аямен бір қап осындай не түскен маған. Бір қап. Сол кезден бастап мен уже тастауға маған рұқсат жоқ. Бойындағы тылсым күш тыным бермегесін көше бойында осылай тынығатын құмалақшы сөз арасында журналистке де диагноз қойып үлгерді. Мына жақ бүйрегіңіз ауырады. Сосын көбінесе демала алмайсыз, мына легкий, өкпеде бір зақым келген удар болған ба, мына жерде емдеу керек сізге. Құмалақ ашу адамның болашағын болжау, ислам дінінде тыйым салынған. Пайғамбар алейхиссалам өзінің хадисінде бұл туралы анық айқын айтқан, кімде-кім Аллаға ақырет күніне иман келтірсе, балгерге бармасын деген. Адам өмірін құмалақпен өлшеген келесі құмалақшы Бақаргүл де алғашында бой бермеді бізге. Түлкі заманда тазы болып шалғандар әзірге бұл кәсіптен бас тартпайтынын аңғарды. Мен енді мысалға Қоярсыз деген. Мен енді ауру кеп тұрса, біреу кеп тұрса, қалай мен сені қарамаймын деп. Кішкентай балаға дейін келеді маған мысалға. Біз міне машһүр жүсіп көпей басына бардым. Мен көп Түркістанда болдым. Жылына 2 рет Түркістанға барып келем. Батасыз болмайды, тазарусыз болмайды. Маған не істейсің тәрген бірге? Жастарға жұмыс істейді, бұға жүргізіңдер. Тәрген бірге жұмыстары бар.